Қасым-Жомарт Тоқаев дәл осы күні бір коллаборанттай Ресейдің мүддесін қорғайды. Ресейге қару-жарақ жібереді. Ресейге ақша жібереді. Шетелден келген дүниелердің бәрін кезінде біз Ресейден сатып алушы едік. Ұялы телефон, кір жуатын машина немесе теледидар. Осы күнде біз экспорт жасайтын боламыз. Кореяда, Оңтүстік Кореяда, Жапонияда, батыста жасалған телефондардың түгелін біздің ел арқылы сол жаққа апарып жеткізетін боламыз. Яғни Украинаның төбесіне түсіп жатқан зымырандар, күнде атылып жатқан қорғасындар, оқ, соның бәрінде қазақтың да үлесі бар деген сөз. Путин сияқты Путлер біздің қаражатымызды пайдаланып, біздің момындығымызды пайдаланып, Украинамен соғыс жасап жатыр. Ал оған мынау Тоқаев дәнекер болып отыр. Міне мамырдың 1-і Қазақстан халқы бірлігі күні дейді. Қазақстан халқын немен бірікті? Оларды біріктіретін бір фактор бар ма? Не тіліміз жоқ, не діліміз жоқ, не дініміз жоқ. Тоқаев демократтың деп өтірік мақтанды, барлығымызды түрмеге апарып қамаудан басқа аспады. Нәжіліс сайлауын жариялады, тәуелсіз кандидаттар шықты, әрқайсының 1,50 000 теңгесін қағып алып бюджетке салды да, өздерін түрмеге апарып тықты. Оның ішінде мен де бар. Енді келіп қорқытады, Сенат заң қабылдады, мемлекетке қарсы шыққандардың түгелін әкімшілік қылмыстық іс емес, әкімшілік құқық бұзушылық емес, енді қылмыстық құқық бұзушылық деп қозғаймыз дейді. 7 жылдан 15 жылға дейін соттаймыз дейді. Сонда патриоттардың барлығын отыр емес, Бермек Нарымбай, Данат Намазбай, Марғұлан Боранбай, тағы басқа азаматтар. Оның көбісі шетелде жүргендер қаншасы бар. Аз ба? Енді қалған белсенділерді түрмеге апарып тығып, Алтекең мен Зәкеңдей атып өлтіру ме? Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіз онсыз да қаншер боп тарихта қаласыз. Қаңтарда боздақтарды қырып тастадыңыз, азаптадыңыз. Күдебаев сияқтыларға бұйрықты бердіңіз, артынан сол Күдебаевтарды өзіңіз лақтырдыңыз. Ей, жендеттер, ертең сіздер келіп мені ұстайсыздар. Бейбіт шеруге жетем ба, жетпеймін ба Алматыдағы Горький паркына білмеймін. Есік алдынан алып кетесіздер ме? Жоғалды жолдан қағып алып кетесіздер ме? Әйте ұрлайсыздар. Телефонды қолға түсіруге қарекет жасайсыздар. Сол кезде ойланыңыздар Күдебаевты. Күдебаевты Тоқаев лақтырып кетті, түрмеге апарып салды. Тағы қанша Талдықорғанда осы Алматыда ұлттық қауіпсіздік комитетінің сарбаздары барып кел, шауып кел дегендер. Олар қисындыра сол қиды шығаратын жаңағы чмолар, былайша айтқанда. Солардың түгелін апарып абақтыға салды. Сіздердің түгеліңізді, жендеттер, лақтырып кетеді мына Тоқаев. Тіпті біз демократиялы мемлекет болып, ертең мамырдың 1-і күні бүкіл ел көшеге шығып, Тоқаев чемоданын алып қашып кеткеннің өзінде сіздер осында қаласыздар. Ол бәріңізді алып кетеді деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Ол сіздердің көмектеріңізбен бізді қамап, өзі қалтасын қампитып отыр. Кеше айтып едім, мамырдың 1-іне шетелде отырған бір ағайын митингі жариялапты деп. Қазақстанның барлық аймақтарында, барлық қалаларда 14:00-ге Алматы уақытымен. Бармаңыздар дедім. Тағы қайталап айтам, бармаңыздар. Құлдың құлақайымыз. Енді тағы бір сөз ойлап табу керек. Құлдың құлақайы, құлақайдың неменесі? Сон бірдеңесіміз. Осыдан кейін қазақ елінде демократия деген сөз ұмытылады. Масс-медиа туралы заң қабылданады. Сайлау туралы заң қабылданды. Ертең бала шаға туралы заң қабылданады әлгі. Бекболат Тілеухандар байқамай қап, біз білмей қап, біз өтіп кетіппіз деген. Кешіріңіздер деген. Сол сияқты заңдар қабылданады. Әр балада өзінің жататын шаршы метр болмаса, бұлардың түгелін жетімдер үйіне апарамыз дейді. Баланы баға алмайсың ба? Несіне табасың дейді. Күніңді көре алмайсың ба? Ақша таба алмайсың ба? Онда несіне несие аласың дейді.
Жұмыс істей алмайсың ба, онда көшеге несіне шығасың дейді. Митинг, әрбірден кейін митингке мәжбүрлеп итермелеп отырған өзі ғой биліктің. Айтыңыздар. Егер де біздің елде заңдарын түгел тастай болса, бәріміз сол заңға бағынсақ, бізді ғана емес, биліктің өзі бағынса, бізді бір шал, екі шал билемей, парламентте демократиялы заңдар қабылданып, демократиялы қорықпай сөйлейтін болатын болсақ, мен ғана емес, саяси белсенділер ғана емес, саясаткерлер ғана емес, оппозициялық, бәрі сөйтіп сөйлесе, онда біздің көшеде неміз дейміз? Біз сөйлей алмаймыз. Анау масс медиа туралы заңды қабылдасаңыздар, мүлдем блогердің санатынан сызып тастайды екенсіздер. Журналистер лицензия алу керек болады екен. Олай болатын болса, біз не көшеде айта алмасақ, не онлайн айта алмасақ, не теледидарға шыға алмасақ, не газетке жаза алмасақ, тіпті электронды пошта, Facebook, YouTube арқылы үнімізді жеткізе алмасақ, не істеуіміз керек сонда, Құдай-ау? Сонда бұл қазақ надан, мақұлық, сұға берсең бұға береді деп ойлайсыздар ма? Жоқ, мен өз басым оған көнбеймін. Ал халық шықпаса шықпай қойсын. Сіздер құлдың құлақай, құлақайдың бірдеңесі болып қала бересіздер. Біз 10-15 адам шығамыз, барамыз, өз үнімізді жеткіземіз. Бізді ұстап алып, жеткізбей апарып, қамап тастауы мүмкін, бірақ мен айнаға өзім тік қараймын. 5 жылдың ішінде демократиялы мемлекет бәрібір орнайды, мұна Тоқаевтар қашады. Сол кезде болашақ ұрпақ бізге келген кезде біз бетіне тік қараймыз. Біздің арымыз таза болады. Ал сіздің арыңыз таза бола ма? Ойланыңыз. Бірақ барушы болмаңыз. Аяқ астынан бара қалып, аяқ астынан Тоқаевтар солтүстік Кореяға қашып кетіп, қазақ елінде демократия оққап, масқара болып жүрмесін. Вай ветім-ай, ұят болады онда. Сіздер не ойлайсыздар, осы видеоның астында пікір қалдырыңыздар, арнаға жазылып сілтемесін барынша тарата жүріңіздер. Кеші жарық, ешкісі арғы ағай.